Сәлем баршаңызға. Достар, Instagram бойынша видеолар сериясын әрі қарай жалғастырамыз. Алдыңғы видеода біз Instagramның бизнес профиліне өтуді қарастырған болатынбыз. Бүгін бизнес профилдің артықшылығын қарастыратын боламыз. Бизнес профильге ауысқаннан кейін сізге өзіңіздің аккаунтыңыздың үстіңгі жақ бөлігінде диаграммалар туралы Insights деген бөлім жаңадан пайда болады. Бұл бөлімде сіздің профиліңізге қатысты статистикалық ақпараттар орналасады. Бірінші қабатында қанша адамға постыңызды көрсеткеніңіз, қанша адамға жеткені, яғни қанша адам профиліңізді көргені сияқты ақпараттар осы маңайда, осы бөлікте орналасады. Топ посттарыңыз орналасады, инста-сториларыңыз да осы жерде орналасатын болады. Одан кейін ең маңызды ақпараттардың бірі сізге маңызды болуы мүмкін, себебі сіздің фолловерлердің статистикалық ақпаратын қадағалай аласыз. Ол үшін толығырақ білу үшін see more'ды басамыз. Сіздің нақты менің аккаунтымда қазір 341 фолловер бар. Оның 54% әйелдер, 46% ерлер, жас ерекшеліктеріне қарай 18 пен 24 және 25 пен 34 аралығында ең көп қолданушы фолловерлерім бар. Қай қалалардан, қай елден фолловерлерім бар және күннің, сағаттың қай кездерінде менің қолданушыларым белсенділік танытады, сол туралы ақпараттар көрсетілген. Егер де сіздің кәсібіңіз болса, міндетті түрде бизнес профильге ауысып, осындай статистикалық ақпараттарды қарап, қадағалап отыруыңызға болады. Бұл сізге үлкен мүмкіндіктер береді. Яғни өзіңіздің статистикалық ақпараттарыңызды бір жерде ыңғайлы форматта, ыңғайлы ақпараттарды алып отыруға мүмкіндік жасайды. Сондықтан да міндетті түрде бизнес профильді қосып, статистикалық ақпараттарын пайдаланып, өзіңізге және кәсібіңізге пайдасы тиер деген үміттемін. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде осы видеоның астына пікір ретінде қалдырыңыз. Егер де сұрақтарыңыз болмаса, онда міндетті түрде каналыма жазылып, лайк қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.